Да, Audi 80. Новый мотоцикл. Колодканы қысып қалып, проблема колодканы қысып қалып тұр. Дискіні қысып қалып тұр, колодка жібермей. Енді причина неден? Суппорттан. Суппортты шешіп алдық, разбирать еттік. Цилиндрді тазалап қайттан саламыз. Жұмыс принципі осындай. Бәрін дайындап қойдық. Суппортты шештік, аштық. Короче, мына цилиндрді шығарарда. Колодканы алып тастап, ана жақтан тормоз басасыздар. Онда майдың қысымымен цилиндр өз еркімен шығады. Айналасында несі бар, резинкасы бар, майды жібереді. Сол шыққаннан кейін бір 3 сантиметрге көтерілгеннен кейін қолмен жайлап суырып аласыздар. Сосын аккуратно суппортты мынаған іліп қоясыздар, себебі ішінде май бар. Көрінетін ішінде май тұр. Если төмен қарай тұрса, тормозы жеткіз ағып кетеді. Сондықтан жоғары қаратып қойған дұрыс. Әрі қарай кеттік. Енді цилиндрді алып алдық. Цилиндр түрі мынадай. Цилиндр. Көріп тұрсыздар, цилиндр рабочий. Только мына жерлерінде тат басқан. Поэтому осының кесірінен кейін қарай қайтпай қалып тұрған сияқты. Осылардың барлығын тазалаймыз. Мына жердегі жігінің барлығын тазалаймыз. Судан, даттан. Қазір көктемгі уақыт, даланың барлығы су, қар. Сондықтан деп ойлаймын, заклинить етіп қалған. Түнде жүре алмай. Бүгін келіп ашып жатырмын. Әрі қарай бірге көреміз. Мұның бәрін тазалайым. Жинар кезде результатын көрсететін боламыз. Неге цилиндрін тазалап болдым. Неге орнына салып жатырмын. Мен бір өзім болғандықтан мына телефонды, камераны қолдана алмай тұрмын. Дұрыс тазалап болдым, орнына салып жатырмын. Орнына салар кезде ішіндегі майды құйып алған дұрыс. Қанша ағат майды құйып алып, іші бос қалады. Содан кейін жан-жағында манжетін кигізіп алғаннан кейін, несін, резинкасын кигізіп алғаннан кейін артындағы мына ауа шығаратын жерді ашып қойып, мынаны кіргіземін. Әйтпесе оны ары қарай кіргіземін. Қазір мен мына артындағы мына ауа шығаратын жерді ашайын деп отырмын. Содан кейін мынаны орнына саламыз. Содан кейінгі процесті әрі қарай бірге тамашалаймыз. Міне жинап болдық. Цилиндрді орнына салдық, тазаладық. Нәтижесі жаман емес. Цилиндр кейін қарай поршын қайтты. Болғаннан кейін барлығын жинап боламыз да, жаңағы құйып алған бутылкадегі майымызды тормозойнеге құямыз. Мына жердегі бекітетін ауа шығаратын несін жабамыз. Сосын іштен кашайттап отырып, полностью ауаның барлығын шығарамыз. Қазір доғалақты орнына саламыз, ендігі кезек. Сосын тексеріп көреміз. Содан кейін нәтижені бірге тамашалаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мінекей доғалақты салып болдық орнына. Домкраты түсірмей тұрып, тексеріп көреміз.
бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат